Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге арифметикалық прогрессия жайлы өтетін боламыз. Сіздермен бірге Мәдібайда математика, физика мұғалімі. Арифметикалық физика жайлы анықтамасына тоқтала кететін болсақ, бұл әрбір мүшесі келесі мүшесінен бастап алдыңғы мүшесіне бірдей тұрақты санды қосқанда шығатын сандар тізбегі. Ал жаңағы тұрақты санды біз арифметикалық прогрессияның айырымы деп атаймыз және оны да әрпен белгілейді екенбіз. Жалпы арифметикалық прогрессияны меңгеру үшін бізге бар жоғы 3 формуланы білсек жеткілікті. Ол бірінші айырманы табу, екінші n-ші мүшенің формуласы, үшінші бізде алғашқы n мүшенің қосындысы. Айырымын табу, айырымы деген жалпы бізде неге айырымы? Себебі біз кейінгі мүшесінен алғашқы мүшесін азайтатын боламыз. Яғни айырманың айырымы болғандықтан бұл айырымы деп аталады. Одан кейін n мүшесінің формуласы, яғни қандай да бір тізбек берілетін болса, бізге арифметикалық тізбек берілетін болса, оның біз 9-шы мүшесі қандай сан немесе 20-шы мүшесі қандай сан екен табу үшін арналған формула екен. Алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы бізде алғашқы саннан бастап мысалға 20-шы санға дейінгі аралықтағы барлық санның қосындысын табуға көмектесетін формула. Енді осы тізбектің өзіне мысал келтіретін болсақ, бізде осы тізбек берілген, яғни 3, 7, 11, 15, 9 деген. Бұл арифметикалық прогрессия, өйткені екінші мүшесінен оның алдындағы мүшесін азайтатын болсақ, және үшіншісінен екіншісін азайтатын болсақ, бұда тұрақты d деген айырма шығады. Мысалға көрсететін болсақ, 7 азайтылған 3 бізде 4 шығады. 11 азайтылған 7 бізде 4 шығады. 15-тен азайтатын болсақ, 11-ді 4 шығады. Осындағы 4 бізде d, яғни айырымы. Осы жерде d, егерде 0-ден үлкен болатын болса, ол өспелі функция болады, прогрессия болады. Егер d кіші болатын болса 0-ден, онда ол кемімелі прогрессия болады екен. Енді мысалға келетін болсақ, мысал, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі a1 тең 12-ге, ал айырымы бізде -3-ке тең, ал осы прогрессияның 8-ші мүшесін тап дейді. Және прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласын бойынша бізде an тең болады a1 қосылған n азайтылған 1 көйтілген айырымы. Осы жерде бізде барлығы берілген. A8-ші мәнді табу үшін бізге a1, яғни 12-ні қосамыз. n дегеніміз бізде 8 азайтамыз 1, d дегеніміз бізде -3 екен. Осы жерде a8 бізде тең болады 12 қосылған мұндан 7 шығады, 7-ні -3-ке өтсек, -21. Қосатын болсақ, a8 тең болады бізде -9-ға екен. Келесі мысал шығаратын болсақ, шарт бойынша бізде арифметикалық прогрессияның 3-ші мүшесі мен 7-ші мүшесінің қосындысы 28-ге тең екен, ал 4-ші мүшесі бізге 10-ға тең. Осы прогрессияның 1-ші мүшесі мен айырымын табу керек екен. Біз бірінші осы a3 пен a7-ні ашып алсақ, яғни n-ші формула бойынша, яғни a1 қосылған n азайтылған 1 көйтілген d деген формула бойынша. Осы жерде a3 бізде a1 қосылған 3 азайтылған 2 көйтілген d. a7-ні ашып алатын болсақ, a1 қосылған 7 азайтылған 1 екен, азайтылған 1 көйтілген d. Бұл жерден бізде шығады a1 қосылған 2d, a2 қосылған 6d.
Енді айтады, осы екеуінің қосындысы 28-ге тең дейді. Екеуін қосатын болсақ, А1 қосылған 2-ді қосылған А1 қосылған 6-ды тең 28 дейді. Енді ұқсас мәндерді қосатын болсақ, А2А1 қосылған 8-ді тең болады 28. Осы жерден жақта сыртына 2-ні шығарып жіберетін болсақ, А1 қосылған 4-ді тең болады 28. Екі жақта да 2-ге қысқартып жіберетін болсақ, А1 қосылған ды тең болады 14-ке. 4-ді. Көріп тұрғанымыздай, мына формула бізде А-ның 5-ші формуласына келіп тұр, иә? А-ның 5-ші формуласына, яғни А1 қосылған 5 азайтылған 1 көбейтілген д. Мынан 4 шығады. Сонда А1 қосылған 4-ді тең 14-ке тең. Яғни бізде А5 14-ке тең деген сөз. Ал д мәнін табу үшін бізге А5-тен А4-ті азайту жеткілікті. 14-тен азайтамыз 10-ды тең болады 4 екен. Д-ның мәні бізде 4. Ал келесі бізде табу керек А1. Осы формулаға д-ның мәнін қою арқылы біз А1-ді тапсақ болады. А1 қосылған 4-ді тең болады 14. Осы жерден біз д-ның орнына 4-ті қоятын болсақ, сонда А1 қосылған 4 көбейту 4 14. Оннан 16 шығады. Оң жаққа жіберетін болсақ, 4 азайтылған 16 минус 2. Сонда А1-дің жауабы бізде минус 2 екен. Сонда жауабы бізде Д4, А1 минус 2-ге тең. Осымен мысалдарымызбен бітті. Сабағымыз аяқталды. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше.